Бүгінгі кейіпкеріміз өз кәсібін бір ғана мал басынан бастаған. 20 жыл тынымсыз еңбектің арқасында ол мал санын 5000-ға жеткізген. Армысыздар, құрметті көрермен, бұл табыс сыры бағдарламасы. Біз бүгін Алматы облысы Іле ауданы Ақшай ауылында орналасқан Дәулет Бекет түйе шаруашылығына ат басын бұрдық. Ал оның басшысы Сыдық Әбеуұлы біздің бүгінгі кейіпкеріміз. Дәулетов Сыдық Әбеуұлы 1964 жылы Қарақалпақстан Республикасы Нүкіс қаласында туылған. 2 жоғары білімі бар. Қазақ ұлттық аграрлық университетінің профессоры, ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты. Отбасылы, 4 баланың әкесі, Дәулет Бекет жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы. Кейіпкеріміз 1990 жылы Қарақалпақстаннан көшіп келіп, Алматы облысы Қарасу ауданы Шалқар ауылына тұрақтаған. Бала кезімізде көзімізді ашқаннан көргеніміз түйе еді. Айналдырған 4-5 түйемен әке-шешеміз бізді өсіріп еді. Сол өмір салты осы салаға келуге себеп болды дейді кәсіпкер. 1990 жылы біз атамекенге Қазақстанға көшіп келдік. Онда да мына Алматы облысы, қазіргі Қарасай ауданы, Шалқар ауылына көшіп келдік. Сол көшіп келген кезде бізде әкеміз 84 жаста болады. Шешеміз 70 жаста болатын. Сонда келіп әкеміздің айтқаны, балам бәрі жақсы екен, бірақ мынау түйе сүті жоқ екен. Соған үйрене алмай жүріппін, ағарған ішкім келеді, соны сағындым дегеннен кейін сол себеп болды. Сол әкем үшін деп басында біз осы бір түйе, 2 түйе алғашқы жылдар сатып алдық. Бірақ ол түйені сатып алудың өзіне де көп қаржы керек болды. Бұл 93-94 жылдар еді. Атамекенге қоныс аударғалы қолға тиген жұмыстың бәрін істеп келген кейіпкеріміз сол кезде жаппай қысқартуға ілініп жұмыссыз қалады. Алайда сертіне берік ол әкетілегін қалай болған күннің өзінде орындауға бел байлайды. Сол 93-94 жылдары біз базар жағалап, Алматыдағы үлкен базарлардың жағасында бала шағамызбенен осы тамақ сатумен айналыстық. Сондағы ойлайтынымыз сол осы тамақ сатып, жаңа әкеміздің айтқан арманы бір түйесін алып беріп, осы елге келгенде өмірінше осы малменен, оның ішінде мынау шұбатқымызбенен өскен әкеміздің сөзін екетпейік деп, осыған қаржы іздедік. Содан әйтеуір бірін-біріне құрап, бір күн ақтынан жесек, бір күн қаранан сөйтіп алғашқы сол түйемізді сатып алдық. Еңбекқор адам жолын іздейді, жалқау адам сылтау іздейді. Сократ. Үлкен кәсіпкерлік жол осы жерден басталады. Ата-ана разылығы үшін сауылып отырған бір түйе 4-5 жылда 5-6 бас түйеге айналады. Үй алдындағы жер малға аздық етіп, кең жерге көшіп, берекесі мол ата кәсіпті ары қарай жалғастырса, қалай болады деген ой туындайды. Соныменен үйдегі жұбайымызбенен, бала шағамызбен ақылдаса келе, осы мына Іле ауданы Алматы облысының Күрті ауылдық округінің мына Сары Тауқым деген құмды жерінен жер алып 49 жыл арендаға сол мал бағуменен айналыссақ деген шешімге келдік. Ол басында бізге сол 12 000 гектардай жер арендаға алдық, жалға алдық. Сөйтіп алғашқы біздің бар жоспарымыз бір 50 түйеміз болса, біз ешкімнен кем болмаймыз, осыған жұмыс жасайық деген ой болды. 2001 жылы кейіпкеріміз түйе шаруашылығымен түбегейлі айналысуға бел байлайды. Сол жылы 2-ші дәрежелі банктен 19%-бен несие алып, алғашқы 80 бас боталы түйеге қол жеткізеді. Кейінгі жылдары тапқан табысымыздың барлығын тек мал басын көбейтуге ғана жұмсадық дейді. Бүгінде түйе шаруашылығында сауын түйенің өзі 1000-ға жеткен. Біз жаңағы тек түйе сатып алған жағын айттық. Негізгі сол артылған кішкене ақшамыздың бәріне қора қопсы салумен айналыстық. 2001 жылы шаруашылық ашқаннан кейін біз 5 жылға дейін бізде қора жағдайымыз болмады. Біз сол малдың соңына еріп, қай жақта ақ болса, қай жақта шөбі құнарлы болса, сол малдың соңында жүрдік. Артынан киіз үй тігіп, жаңағы бір ғана мәшініміз болған, ол кезде жаңағы техникаларымыз да жоқ. Сондай қиын кез болды. Расында жер мен малға қол жеткізіп қанаттанған кәсіпкер малға қажетті қораның жайын тіптен ойламағанын айтады. Алайда ауа райы қарасып алғашқы 4-5 жыл қыс жұмсақ болып мал тоңатындай жағдай болған жоқ дейді. Одан кейін мынау шаруашылық үлкейе бастағаннан кейін біз жаңағы
қойларымыз болды, ұсақ малдарымыздың бәрін сатып, осы мына қора қопс салудың қамын жасадық. Ол қоралар біз жаңағы адамдар ойлайтын шығар, ол бір зәулім, жаңағы бір темірден, бір бетон қосылып, ондай емес. Біз мына осы күрті жағасынан өзіміз кірпіш дайындадық оған, сол қораны салуға. Сонда былай айтқанда көп қораларды өзіміз ағайын туған асарлатып, бір күн фундаментін, бір күн қабырғасын, бір күн жаңағы төбесін басып, осындай жағдайға жеттік. Сөйтіп жүріп, кейінгі 6-7 жылда біз 20-дай қора тұрғызыппыз. Осы биыл да 3-4 қора саламыз деп жатырмыз. Мал санын көбейткен бір бөлек, одан өнім алып, оны сату өз алдына машақаты көп жұмыс етті дейді кәсіпкеріміз. Біз енді ол түйені сатып алғаннан кейін, банктен несие алғаннан кейін, ол банк жұмыс істемесең сені кешірмейді ғой. Сондықтан ол әкелген әрбір түйені әкелген күннен бастап сауып, оның сүтінің бәрін базар жағалап саттық. Шаруашылықта түйенің екі түрі өсіріледі. Оның бірі қазақтың екі өркешті бактериян тұқымы болса, екіншісі түркменнің аруанасы. Түркменнің жалғыз өркешті аруанасы негізінен сүтті тұқым. Әрінген 15 литрге дейін сүт береді. Ал сүтінің майлылығы 4-5% болса, қазақтың екі өркешті түйесі сүтті 2 еседей аз бергенмен, оның сүтінің майлығы 8-9%. Түйе шаруашылығының бір ұтымды жері боталы түйелер 18 ай сүт береді. Боталы түйені саудың өзінің реттілігі де жоқ емес. Біздің шаруашылыққа сапарымыз сәтін салып, мал төлдеу уақытына сай келді. Қазір мына біз қораға келдік, бұл жерде түйелер қазір боталап жатыр. Қазір осы кезге дейін бізде 400 түйе боталап болды. Мынау енді соның соңғы группалары туып атқан. Бұл түйе боталағаннан кейін біз бір айға дейін бұны саумаймыз. Қазақта айтады, уызына жарымаған мал, ол енді ары қарай келешек мал болуы қиын. Сондықтан біз бір айдан кейін бұларды енесінен бөлектеп, басында бір мезгіл сауамыз, кейіннен 2 мезгілге, онда да жаңағы 2 несін емшегін беріп, сөйтіп сауамыз. Негізі бұл толық сауғанда 3 мезгіл бұны тәулігіне сауамыз, содан орташа есеппенен жаз айларында 10 литрге дейін сүт аламыз. Шаруашылық тек сүтті бағытты ғана қамтымайды. Мұнда аталық бас түйеден ет өндіру үдерісі де жолға қойылған. Біз еркек боталарын 18 айда сүттен шыққаннан кейін, оны және 1 жыл бағып, 2,5 жасында етке жібереміз. Оған бізді Ақши ауылында арнайы сою алаңдарымыз бар. Жаңағы етін жаңағы өңдеп, полифабрикат ретінде өңдеп, сөйтіп халыққа ұсынамыз. Қазір әрбір килограмм түйенің етін 800-850 теңгеден сатып жатырмыз. Өтімі өте жақсы. Ол үшін өкімет, егер соны сою алаңдарың болса, оны дұрыстап сататын болсақ, онда өкіметтен бізге 90 теңге субсидия бөлініп жатыр. Әрбір келі етке? Әрбір келі етке. Өткен жылы біз осы түйе етіне 10 миллион теңгедей өкіметтен субсидия алдық. Сүтке де сондай ғой? Ал енді әрбір сатылған шұбаттың литріне өкіметтен 55 теңгеден сүт береді. Өткен жылғы біздің субсидиямыз сол бір 50 миллион теңгенің көлемінде болды. Біз ол ақшаға, біз қазір мына шаруашылықтың бәрін үлкейтудеміз. Оған биылдың өзінде және бір 4 жаңа қора саламыз деп отырмыз. Себебі жылдан жылға малдың басы өсіп бара жатыр. Бұның бәрінің жылыжай жаңа қоралары болу керек. Түсінікті. Мына ботаға мысалы қазір бір жеті 10 күн болған бота. Шаруашылық үшін келесі даму кезеңі өз өндірісін тұрғызу еді. Осы ойдың жетегінде жүріп, кәсіпкер 2007 жылы цех қондырғыларын сатып алады. Алайда қондырғыны іске қосып, жұмысын жолға қоятын маман табылмай, кәсіпкер шетелдік мамандарды тартып, 2009 жыл цехта іске қосады. Ол кәдімгі күнделікті ашытып ішіп отқан шұбатың ол жаңа құтыларға құйсаң ол тұрмайтын болды. 2-3 күннен кейін ол атылып кетеді, дүкенге барса қайту болды. Сосын бұл енді шұбаттың заманауи технологиясын ойлау керек болды. Бұған біз көптеген мамандарды тарттық. Сөйтіп, бұл бізге келген Израильдан технологтар келді. Осылар қарсарын әбден білетінін айтып, біздің қазіргі шығып атқан шұбатымыз осы израильдық технологиямен шығады, сақтау мерзімі 2 ай. Ең жақсы жоспар, уақыт талабына бейімделе алатын жоспар.
Нұрсұлтан Назарбаев. Заманауи технологиямен қамтылған өндіріс шұбаттың екі түрін өндіреді. Жақсартылған шұбат және биошұбат. Одан бөлек балаларға арналған йогурт желісі де жұмыс істеп тұр. Сондай халқымыздың дәстүрлі әдісімен балғаймақ құрт шығарылады. Күнделікті фермадан келетін 4-5 тонна сүт лабораторияда тексерістен өтіп, өндіріс желісіне жіберіледі. Жүріңіз. Қазір мынау Ақши ауылындағы түйе сүтін өңдейтін цехқа келдік. Біз тәулігіне 4-5 тонна түйе сүтін фермада сауылғаннан кейін, ол арнайы сүт таситын мәшіндерменен осы цехқа келеді. Бұл жерде мына сүт, осы жерге 4 тонна сүт әкеліп төккеннен кейін, оны мына пісіру процесі басталады. Біз бұны түйе сүтін 78-85 градус аралығында пісіреміз. Мынандай жағдайда пісіріледі оны. Осы піскен сүтті 78 градус болғаннан кейін 65 градусқа салқындатып, оны гумогенизаторға жібереміз. Яғни жаңағы майларын бөлшектейтін бөлмеге кетеді. Ол дайын піскен сүтті мына цехта ашыту процесі басталады. Бұл мынау гомогенизаторда майын езеді, сосын ол сүтті 30 градусқа салқындатып, сосын ашытқысын саламыз. Ол 10-12 сағатта дайын болады. Күнделікті дайындалатын шұбаттың құтыларға құйылатыны бөлек, шаруашылыққа қарасты Алматы облысы Іле, Қарасай аудандарында орналасқан шұбатханаларға жеткізілетін 2-2,5 тоннасы бөлек құйылады. Дайын болған шұбат осындай құтыларға құйылып, одан кейін міндетті түрде салқындатылған қоймада +4 градус температурада бірнеше сағат сақталуы тиіс. Тек содан кейін ғана дүкен сөрелеріне жеткізіледі. 2013 жылдан бастап ISO стандартына байланысты кәсіпорын шұбат ашыту цехын қайта жарақтандырған. Түйе шаруашылығы Қазақ ұлттық аграрлық университетімен тығыз қарым-қатынас орнатқан. Мал шаруашылығында еңбек етіп келе жатқан ғалымдар осы саладағы зерттеу жұмысын шаруашылықпен тізе біріктіріп жасап келеді. Олай болатын себебі кейіпкеріміздің өзі де кәсіпті ғылыми тұрғыдан жүргізуді құп көретін адам. Аяғы аталарымыз түйе баққан, әкелеріміз түйе баққан. Бірақ бәрі бұл дүниеден сол түйе бағуменен, сол жаңағы ешқандай ғылымменен айналыспай, осы түйекеш дегендей болып, біздің көп адамның түсінігі солай ғой. Сондықтан біз құр ғана мал бағып, оның артында жүре бермейік деген ойменен, осы ғылымменен ұштастырсам ба деген ой болды. Сосын мына әкелген түйем түрікменнің жалғыз өркеш аруанасы болғаннан кейін, ол Қазақстанға бірінші рет келіп атқасын, осыны зерттейін деп, Қазақстанның оңтүстік шөл-шөлейт аймағында түрікмен аруанасының жерлесуі, төлдеуі, оның сүттілігі деген тақырыпта қазақша кандидаттық диссертациямды қорғады. Түйе еті мен шұбатының адам ағзасына пайдасы мол екенін жалпылай білсек те, оған мән бере бермейтін кездеріміз болады. Алайда шұбаттың ерекше қасиеті туралы кейіпкеріміз былай деп әңгімелейді. Өткен жылы Исакарт қоғамы арқылы жібек жолы түйелері деген дүние жүзіндегі 4-ші түйе конференциясын өткіздік. Сол 3 күн жиыннан кейінгі семинар практикасының бәрі осы біздің шаруашылықта болды. Осы Ақшиге сонда 48 мемлекеттен 300-дей түйенің айналасындағы ғалымдар, соны бағып айналысатындар, сол жаңағы ферма басшылары, солардың бәрі осында бас қосты. Сондағы міне жаңағы сөзіңізге жауап, бірде-бір ашытып шұбат қылып ішетін ел қазақ елі. Басқа елдің бәрінде бұл түйе сүтін сүт күйінде ішеді екен, жаңа сауған бойдан ішеді, болмаса 2-3 күн сақтайтын болса, оны пісіріп ішіп тұтынады екен. Ал бізде бұны шұбат қылып ашытып, биенің сүтінде қымыз қылып ашытып ішеді ата-бабаларымыз. Сонда сол ғалымдар айтады, шетелден келген, жаңағы түйенің сүтін ашытып ішсең, ол малың қандай ауру болса да, ол сүтке өтпейді екен. Біз соны зерттедік, соған таң қалдық дейді. Сол кезде ата-бабаларымыз соны білгенде. Өз ісінің маманы ретінде, ғалым ретінде оның үлкен арманы бар. Ол болашақта түйе орталығын ашып, осы салада еңбек етіп жүрген барлық мамандардың басын қосу.
сүбелі зерттеулер жасап, түйе малының еті мен сүтінің құнарын, маңызын, пайдасын әлемге паш ету. Мұндай арманның түбінде маман мәселесіне үлкен алаңдаушылық жатыр. Себебі қазір шаруашылық үшін малшы, технолог, мал дәрігерін табу үнемі туындап отыратын мәселе. Маманға келетін болсақ, маман қазіргі ең үлкен сауал осы маман болып тұр. Маман ол заводта істейтін емес, қазір малшы табудың өзі өте қиын. Себебі жастарымыз болсын, керек десең үлкендеріміз болсын, ешкім мал бақысы келмейді. Екінің бірі мен малшымын деп атқа мінгеннің бәрі малшы емес. Ол малшының да оның құқығы болу керек. Себебі ол малшы сол малды жақсы білу керек. Қай жерде шөптің құнарлығы жері, ауа райының жағдайын, қай кезде әкелу керек, қай кезде шығару, сол сияқты бұның толып атқан сырлары бар. Сондықтан да мен жасыратын жоқ, сол аптаның 5 күні осы малдың басында сол малшыларменен бірге боламыз, ақыл кеңесімізді береміз, қалай бағу тәсілімізді үйретеміз. Кәсіпкердің мұндай алаңдаушылығы негізсіз емес, себебі қазір дағдарыс дегенмен біздің шаруашылықта ешкім қысқартылған жоқ. Керісінше олардың жалақысын осы сәуір айынан бастап 10-15%-ға өсіруді жоспарлап отырмыз дейді ол. Осы күні Дәулетбекет жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде 108 адам тұрақты жұмыс істейді. Ал жаз айларында егістік жұмыстары мен маусымдық жұмыстарға 150-ге жуық адам жұмысқа тартылады. Олардың барлығы да жергілікті халық тарапынан. Қазір шаруа ашам деген адамға өкіметтен көп деген жеңілдіктер бар. Ол мысалы мына сыбаға, сосын құлан деген бағдарламалар бар. Енді неге осыларды пайдаланып, мысалы шаруамен айналыспасқа. Біз Қазақстанда жеріміз көп, жағдайымыз жақсы деп мақтанамыз. Бірақ ол жердің үстінде 4 түлік малымыз жүрмесе, ауылдағы жастарымыз сол мал шаруашылығы, егін шаруашылығымен айналыспаса, онда бұл кімге керегі бар? Сондықтан мынау қиын заманда адам қолынан келетін іспен жаппай айналысу керек. Жұмыс істегісі келгендердің бәрі жұмыс табады. Және бір емес, 2 жұмыс тауып еңбек ақы алу мүмкіндігі бар. Тек ниет болу керек. Нұрсұлтан Назарбаев. Кейіпкеріміздің бұл сөзінің жаны бар, себебі ұлт жоспарының 35-ші қадамы ауыл шаруашылық жерлерін тиімді пайдалану мақсатымен оларды нарықтық айналымға енгізуді көздейді. Ал шаруашылық өзіне тиесілі 50 мың гектар жерді тиімді пайдаланып келеді. Құмды шөлейт жерлері мен жаз жайлауы малға толған. Жалпы біздің кейіпкеріміз халыққа шарапаты тиетін қайырымды азамат. Ол халықтың жағдайына әрдайым қарасып жүреді. Сол 2001 жылы көшіп келгенде, сонда мына ауылға келген кезде, мына ауылдың баяғы жұмыссыздық, жағдай төмен, соларды көріп, мына қаладан мініп келген мәшіндерімізді ауылдың сыртына қойып, ауылдың ішінен жаяу жүретін кездерім болды. Сонда жаяу жүріп келе жатырып, мен егер жағдайым дұрысталса, бір наным екеу болса, осы ауылға көмегім тисе деген бар мақсат болды. Соның бірі мен 2007 жылы осы жерде бос қалған бұрынғы райисполкомның мекемелері, бұрынғы қонақ үйлер, бұрынғы жаңағы Казатомпромнан қалған гараждар, осы бос қалған ғимараттардың бәрін алып, жөндеу жұмысын жүргізіп, қазіргі осы ауылға істеген жұмысын сол халыққа тойғанасын жасап бердім. Халыққа наубайғанасын жасап бердім. Тігін цехы бар, сүт қабылдайтын, осындай ауыл сүтін қабылдайтын цехтарымыз бар, сүт қабылдайтын дүкендеріміз бар. Одан бөлек мынау мектепке жол бағдарламасымен жылда 50 баланы киіндіріп оқуға барамыз. Бай болсаң, халқыңа пайдаң тисін деген даналық сөзі кейіпкеріміздің жалғыз ұстанымы емес. Оның отбасылық ата кәсібін жүргізуде өзінің пәлсапасы бар. Ал ол пәлсапа үлкен тәрбие, кейінгіге өсиет. Еңбектің қайсысы да жаман емес, бірақ сол еңбектің маманы болуың керек. Қолынан келетін іспенен айналысу керек. Біздің табысымыз бала шағамызбенен осы 4 түлік қазақтың ата кәсібіменен айналысып, адал еңбек етіп, мал өсіріп, содан тауып отқан табысымыз. Біреудің ақысын жемей, біреуді алдамай. Бірақ сонымен қатар
өзің ғана байымай, өкіметке де көмегің тиіп, халықтың алдында абыройлы болып жүрсек, бізге ол үлкен табыс деп ойлаймын. Дәулет бекет жауапкершілігі шектеулі серіктестігі осы күні жылына 1,5 мың тонна шұбат өндіреді. Ата кәсіпке бет бұрудан басталғаныз осы күні мал саны бойынша әлемдегі екінші ірі түйе шаруашылығына айналған. Сіздердің көргендеріңіз табыстырым. Келесі кездескенше.